Өзіңізге мәлім, өткен жылы ірі көлемдегі су тасқынынан кейін жаңа су кодексінде бөгеттердің қауіпсіздігіне айрықша мән берілді. Атап айтқанда, төтенше жағдайлар туындауына қауіп төндіретін бөгеттердің иелеріне, меншік иелеріне өз құрылымының қауіпсіздігін декларациялау міндет жүктелді. Заң бойынша көп факторлы зерттеу бөгет иесінің есебінен жүргізілуге тиіс болғандықтан, зерттеулердің құны маңызды мәселе болып отыр. Көптеген бөгет иелері үшін, соның ішінде мемлекеттік бюджетке қарайтын Қазсушардың қарауындағы бөгеттерге де гидротехникалық құрылыстар мен негізгі жабдықтарды көп факторлы зерттеу қағидалары толыққанды зерттеу жүргізу қаржылық тұрғыдан қиындықтар тудыруы мүмкін. Бұл қағидалар барлық бекеттерге жер, бетон бірдей қолданылатын құрылымдық ерекшеліктер мен класын ескермей жазылған. Бұған қоса қолданыстағы қағидалар жер бөгеттері үшін аса маңызды геофизикалық және геотехникалық зерттеулерді іс жүзінде қамтымайды. Олар негізінен бетон мен арматураның тозуын аспаптық тәсілмен зерттеуге бағытталған, ал бұл жер бөгеттеріне қатысты емес. Өз кезегінде мұндай зерттеулер қымбат әрі күрделі жұмыстар. Сонымен қатар елімізде мұндай зерттеулер жүргізу үшін қажет техникалық базасы мен тәжірибесі бар немесе сараптамалық қорытынды бере алатын ұйымдар саны аз. Осыған байланысты көп факторлы зерттеу процесі бірнеше жылдарға созылып кетуі мүмкін. Осы жайттарды ескере отырып, Қазақстанда әртүрлі типтегі 1500-ден астам бөгет бар екенін және олардың 90%-на көп факторлы зерттеу ешқашан жүргізілмегенін назарға алып, жоғарыда аталған қағидаларды түбегейлі қайта қарау орынды деп санаймын.